Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен болған Диана. Бүгін біз қаймақты пирог пісіретін боламыз. Ал ендеше кеттік. Бізге керекті заттар: бір жұмыртқа, сары май, шекер, разъедеттер керек болады. Ал ендеше достар, ыдысымызға ұнымызды қосамыз. Үстіне разъедеттерімізді қосамыз. Бір шай қасық разъедеттер қосамыз. Бір араласып жіберейік. Үстіне сары майымызды саламыз. Сары майымыз қатты болу керек. Яғни холодильниктен шыққан салқын болу керек. Достар, менің каналыма әлі де тіркелмесеңіздер, тіркеліп кетіңіздер. Қолымызбен жақсылап үгітуіміз керек сары майымызды. Бізде кружка шығу керек. Бізде кішкене үгітіліп қалды. Міне, достар, біз осындай кружка болды. Енді үстіне шекер қосамыз. Тағы да араластырып жібереміз, достар. Араластырып болдым. Біз енді бір жұмыртқамызды жарып алатын боламыз. Енді кішкене қамырымызды илеп бастаймыз. Осы бізде қамыр шығу керек. Достар, бізде үжі қамыр болайын деп қалды. Достар, біздің қамырымыз дайын болып қалды. Осындай үгітілмелі қамыр болу керек. Үстіне пергамент төседім. Үстіне кальцияны қойып, кальцияның диаметрі 25 см. Енді біз қамырымызды жаятын боламыз. Қамырды екіге бөлеміз. Біреуін дәу, біреуін кішкентай қылып бөлетін боламыз. Біреуін астына төсейіп, біреуін астына төсейтін боламыз, ал үстіне дәуін істейтін боламыз. Ендеше кеттік. Достар, мен жанына қамырды жайып алып, енді түзу болу үшін вилкамызбен түзелейтін боламыз. Енді үстінен тегіс болу үшін бүйтіп басамыз. Енді крем істейтін боламыз. Яғни қаймақтан жасаймыз, қамырымызды шетке қойып тұрайық. Бізге керекті заттар: жұмыртқа, қаймақ, шекер. Біз қаймақтағы шелектегі қаймақты бәрін қосамыз. Және де 4 жұмыртқа қажет. 100 грамм қант. Енді біз крем дайындайтын боламыз. Бірінші қаймағымызды саламыз ыдысымызға. Енді қантымызды саламыз. Үстінен 4 жұмыртқамызды жарамыз. Енді мен анама күнде көп видео салып отыратын боламын. Енді араластыратын боламыз кремімізді. Жақсылап араластырып аламыз. Егер де мен видеомды бірінші көргіңіз келсе, тіркеліп қойыңыздар. Лайк басып қойыңыздар. Достар, мен пешімді 180 градусқа қыздырып қойдым. Сіздер де қыздырып қойыңыздар.
Мен кремім дайын болды. Енді біз қамырымызға құятын боламыз. Қырындап құятын боламыз. Мен бұл пирогты көп пісірдім, бірақ ютубқа пісірген жоқпын. Ал енді мен сіздерге түсіріп отырмын. Ренжімеңіздер, мен көп видео түсірмей қойғаныма. Бұл пирог дәмді шығады. Бұны отбасым бәрі жақсы көреді. Біз бұны көп пісіреміз. 180 градуста 45 минут пісіреміз. Достар, біздің пирогымыз пісті. Бұның дәмді екеніне көзімді жеткіздім. Неше рет пісірдім бұны. Ендеше өздеріңізде пісіріп көрсеңіз де болады. Достар, бұны сәл суыту керек, әйтпесем несі жұмсақ болып қалады. Мына ортасындағы салмасы кішкене қатаю керек. Біз бұны пештен қазір ғана шығастар. Осы пирог ұнаса, басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше сау болыңыздар достар. Енді көп видео түсіруге тырысамын.